Қазбек бидің алғаш көзге түсуі. Абылай ханның заманында қалмақты қысқа күнде 40 шауып беттетпей қойыпты. Сонан тағы да басқа елді шабуға өзінің белгілі батырларын алып жорыққа аттанып кетіпті. Бұлар осы жолы көп жүріп кешігіпті. Сонда арада жүретін өсекшілер қалмақтың Қонтажы деген ханына барып, Абылай барған жорықта өліпті, сен осы кезде қазақтан кегіңді алып қал деп қалмақтың Қонтажы деген ханын азғырыпты. Осы сөзге елігіп, қазақтың бір жағын келіп қалмақ шауып әкетіпті. Абылай келсе, елдің бір жағы жетім-жесір болып қалған екен. Абылай бұл жолы сен бар деп ешқайсыңның атыңды атамаймын, намысқа шыдамағандарың өздерің айт депті. Сонда Тайкелтір би мен Малайсары батыр біз барамыз депті. Ендеше 100 адам жолдас алып барыңдар депті. Жарайды деп, бұлар дайындалып жатқанда Қаракесек Келдібек би үйіне келіп әйелінен Қазбек қайда деп сұрапты. Онда әйелі бағана тай үйретемін деп жылқыда шығар депті. Жылқының ішіне келсе, айтқанындай жылқыда тай үйретіп жүр екен. Келдібек баласын шақырып алып, балам, атқа мініп атақ алғың келеме депті. Сонда бала шу дегеннен атаққа шапқанша жақсының атын ерттеп, жатқа атымды солай шығарсам болмай ма депті. Жарайды балам, анау тұрған бедеуді ұстап мін де жүр. Ертіп алып келіп киіз беріпті. Бар балам, жолың болсын, алдыңнан артыңнан күн тусын, жортқанда жолың болсын, жолдасың қыдыр болсын деп батасын беріп, жүріп бара жатқандарға барып қосыл депті. Келе жатса, қалмаққа баратын топты шығарып, өзі аңға шығып келе жатқан Абылайға қарса келіп, жолығып сәлем беріпті. Абылай, балам, қай ұлсың депті. Сонда Қазбек, тай бәйгесін менсінбей, ат бәйгесіне қосылайын деп жүрген Қаракесек Келдібектің сіргелі тайы едім депті. Сонда Абылай, бар балам, жолың болсын, бақтың арта берсін, бетіңді бұрма, анау бара жатқан топқа барып қосыл депті. Қалмақтың еліне таянғаннан кейін Тайкелтір ойланып, 100 кісімен қалың қалмақтың ортасына барғанша, онан да 1-2 кісі барып қалмақтың не істеп жатқанын біліп келсін депті. Бұ да жарайды екен десіп, білетін 2-3 жігітті жіберіпті. Бұлар қалмақтың ханына келіп, қазақ болып жиналып, қол бастап келе жатырмыз, қапы қалдым демей дайындалсын деп сізге жіберді депті. Сонда хан өзінің бектерін шақырып айтыпты. Алыстан қонақ келеді, шатырды тігіп, малды сойып дайындалыңдар депті. Бұлар ханның бетін білген соң келіп, көпшілігіне айтады. Көпшілігі бүгілмей, ханның ауылына келсе, айтқанындай шатырды тігіп, еркек қойды үйітіп, тайды сойып, сондайын дайындықта екен. Бұларды қарсы алып күтіпті. 3 күн тынығып жатыпты. 4-ші күні хан келіп амандасып бірге отырып, қалмақ елдің бұлардан сұрапты. Неге келдіңдер деді. Сонда Тайкелтір айтыпты. Өгізді өлеңге байладық, өрлікті төменге байладық, ақ десең де, қара десең де, істің шешуін өзіңе байладық. Ендігісің өзің айт депті. Сонда бүрсігүніне дейін менен хабар болса болды, егер болмаса бастарың аман, жандарың бейбітте, елдеріңді табыңдар деп орнынан түрегеліпті. Сонда босағада отырған Қазбек, тақсыр хан дат депті. Хан, арзың болса айт дегенде ол былай дейді. Сен темір болсаң, мен көмірмін, ерткелі келгенмін, екі елдің арасын телткелі келгенмін, сөз бермейтін шешенді кеміткелі келгенмін, тұтқыр сары желіммін, жабысқалы келгенмін, жаңа үйреткен жас тұлпар жарысқалы келгенмін, сен қабылан болсаң, мен арыстан алысқалы келгенмін, шалқақтамай сөз берсең табысқалы келгенмін, шалқақтайтын болсаңыз тұрысатын жеріңді айт, шабысқалы келгенмін депті. Сонда хан, уа жаным, сен қай ұлсың депті. Қазбек, тай бәйгесін менсінбей ат бәйгесіне қосылайын деп жүрген Қаракесек Келдібек бидің сіргелі тайы едім депті. Хан, атың кім депті. Атым Қазбек дегенде, даусың қаздың дауысы секілді, сенің атың қаз дауысты Қазбек болсын, сенің келген жолыңа қазақтан алғанды 3 күнде түгел тауып беремін депті.
осылай бітімге келіп барған жұмыстарын бітіріп қайтыпты. Сол күннен бастап қаз дауысты Қазбек атаныпты.